Саламатсыңдар ма, бірінші сынып оқушылары? Математикадан 123 сабақты орындаймыз. 123 сабақ кесінді сызу. Кесінді сызуды үйренесің. Бірінші есеп. Жарысқа түсуші жолда қанша уақыт болды? Суреттегі кесінділердің ұзындығын өлше. Қанекей балалар, сызғышты алып, менімен бірге өлшеңдер. Бірінші қызыл кесіндіміз. Бұл сөреден басталған 5 сантиметр болады екен. Екіншісі сары кесінді, ол қанша сантиметр балалар? Дұрыс айтасыңдар, 2 сантиметр. Ал соңғы кесіндіміз, көк кесінді 6 сантиметр болады екен. Сен кесіндінің ұзындығын өлшеу үшін сызғышты пайдалануды білесің. Енді кесінді сызуды үйрен, суретке мұқият қара. Кесінділер сыз. Суретте бізге кесіндінің қалай сызылу жолдары берілген. Кесіндіні қалай салу керек? Бірінші нүкте қою керек. Бұл кесіндінің басы болады. Оған сызғыштың нөлдік бөлігін қойып, яғни нөлден басталған жеріне қойып, кесіндінің ұшы болатын нүктені белгілейміз. Бұл кесіндінің соңы. Сонда қанша сантиметр кесінді сызасыңдар, сол бойынша 3 сантиметр болса 0-ден 3-ке дейін, ал 5 сантиметр болса 0-ден 5-ке дейін нүкте қойып аламыз. 0-ге бір нүкте басына, ал 5-ке келесі екінші нүктемізді қоямыз, ол соңы болып табылады екен. Енді сызғышты 2 нүктеге қойып, сол 2 нүктені қосамыз. Нүктелердің арасына, яғни сызық жүргізеді екенбіз. Сонымен біздің кесіндіміз дайын болады. Жарайсыңдар балалар. Осылай әртүрлі ұзындықтағы кесінділерді сызып, тағы да үйреніп көріңдер. Жақсы, келесі. Екінші, кесіндіні өлше. Берілген кесіндіден 2 сантиметр қысқа және 2 сантиметр ұзын кесінділер сыз. Біздің бұл жерде кесіндіміз неше сантиметр болады екен? Қанекей балалар, бірге өлшеп көрейік. Бұл кесіндіміз бізде 5 сантиметр болады екен. Енді 5 сантиметрден 2 сантиметр ұзын кесіндіміз, 5-ке 2-ні қосамыз, 7 сантиметр. Сонда 7 сантиметр ұзын кесінді сызады екенбіз. Ал 5 сантиметрден 2 сантиметр қысқа кесінді, 5-тен 2-ні азайтсақ 3 болады. Сонда 3 сантиметрлік кесінді сызады екенбіз балалар. Жарайсыңдар, келесі. Үшінші, фигураларды қалай топтастыруға болады? Кесінділерді өлше. Ең ұзын және ең қысқа кесіндіні ата. Міне бізде бұл жерде әртүрлі фигуралар берген. 3 бұрыш, шеңбер, шаршы берген, және де әртүрлі 5 бұрыш берген, түрлі фигуралар беріпті бізге. Осы фигураларды қалай топтастыруға болады деп сұрап тұр. Ең алдымен 3 бұрыштарды жинайық. Міне 3 бұрышқа 1, 2, неше 3 бұрыш бар екен? 4 3 бұрыш бар екен. Ол 3 бұрышқа 4 3 бұрыш деп жазамыз. Ал келесі шеңбер. Неше шеңбер бар екен балалар? Қане санап көрейік. 3 шеңбер бар екен. Ал шаршы бізде ол да 3 екен. Кесіндіміз де 3. Және әртүрлі фигуралар 2 екен. Жарайсыңдар балалар. Бұны кесте арқылы жазсаңдар да болады. Және бізде бұл жердегі ең ұзын және ең қысқа кесіндіні ата деп тұр. Бізде ең ұзын кесінді жасыл кесінді. Жасыл кесіндінің ұзындығы 4 сантиметр екен. Ал қызыл кесіндінің ұзындығы 2 сантиметр болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі есеп. Сурет бойынша есептер құрастыр және шығар, сұлбасын салып, оны толтыр дейді. Міне бізде суретте велосипед берілген. Үлкен адамдарға арналған және кішкентай балаларға арналған велосипедтер. Үлкендердің велосипедін санайық. Қане 1, 2, 3, 4 велосипед бар екен. Ал кішкентайлардікін санайық. 1, 2, 3, 4, 5 велосипед бар екен. Балалардың велосипеді. Енді бізде берілген жазамыз. Ересектер велосипеді 4, балалар велосипеді 5. Шешуінде біз 2-ін қосамыз, 5-ке 4-ті қосамыз және тең 9 болады. Жауабы барлығы 9 велосипед бар екен. Енді бізде осы есептің сұлбасын салып, оны толтыр деп тұр. Бізде сұлбасы салынған, міне ұзын кесінді берген және оны 2-ке бөлген. Бұл жерде кіші жағында 4, ал үлкен жағында 5 болады. Себебі 4 ересектер велосипеді, ал 5 кішкентай балалар велосипед екен. Ал толық ұзындығы бізде белгісіз. Біз оны таптық жаңа, барлығы 9 велосипед. Сонда бұл жердегі белгісіздің орнына 9 болады екен. Жарайсыңдар. Келесі есебіміз фигураларды қалай топтастыруға болады. Бізге оң жағымызға әртүрлі фигуралардың суреттері берілген.
Ал мына жерде бізге кесте құрып беріпті. Қызыл емес және дөңгелектер емес. Енді кестені толықтырамыз. Дөңгелектер бізде ол шеңбер, шеңбер біріншісінде қызыл деп тұр. Қызыл шеңберлерді таңдаймыз. Бізде суретте екі ғана қызыл шеңбер беріпті. Ал қызыл емес шеңбер ол да екеу екен. Келесі дөңгелек емес, шаршы, әртүрлі бұрыштар, 5 бұрыштар, 4 бұрыштар, әртүрлі бұрыштардан жасалған фигуралы берілген. Ол фигуралар дөңгелек емеске жатады, бірақ қызылға жатады екен, өйткені оның түсі қызыл. Ал қызыл емес фигураларға тік 4 бұрыш және 3 бұрыштар берілген екен. Оларды дөңгелек еместерге және қызыл еместерге жатқызады екенбіз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендерге ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.